Жалпы әлемде айнаға қатысты өте көптеген тыйымдар мен ырымдар бар. Тарих бойынша айна қола дәуірінде пайда болған. Мұны археологтар мен қазып алынған алтын, болат айналар дәлелдей алады. Ал заманауи айнаның түп атасы 1240 жылдарда Европадан бастау алады. Ол кезде айналар қазіргідей анық және әдемі қылып көрсетпесе де, сол кездегі адамдарға жететіндей жарықты кері шағылдырта алатын болған. Және айна барлық халықта болмайтын. Француздық аристократтар қонақ қабылдағанда өзінің байлығын көрсетіп жүргенде айналарында көрсететін болған. Ал айна қалай жұмыс істейді? Түсінікті болу үшін ең қарапайым тілде айтайын. Айна жарықты шағылдыртады. Айнала жарық болған кезде бізден шағылған жарық айнада шағылып бізге көрінеді. Қазіргі заманғы айналар 95-98%-ға жуық жарықты шағылдыртады. Және шағылысу жай ғана геометриялық оптиканың заңдарына бағынады. Бірден айтайын, біз жарықтың толқыны туралы әңгіме айтып жатқан жоқпыз. Күнделікті өмірден басқа айнаны ғылыми бағытта да көп қолданады. Телескоптарда, перископтарда, объективтерде, лазерлерде және фотоаппараттарда кеңінен қолданады. Бірақ неге физиканың заңдарына бағынатын кішкентай құрал біз айтып жатқан айна магиямен байланыстырылады? Атақты мистик ғалым Парацельс айна екі әлемді, астралды және осы әлемді байланыстырушы портал деп айтады. Ежелде айнаны гипноз үшін көбірек қолданған екен және айна ақпарат жинайды деп айтады. Қарап отырсаңыз, кәдімгі магия, мистика. Ютубта көптеген блогерлер сол айнаға қатысты эксперименттер жасап жүр. Көп қараса не болады деген сияқты. 10 сағат қарап отқан блогерлер де болған. Бұларға кейін не болды деп ойлайсыз? Астралды әлемге кіріп кетті ме? Әрине жоқ. Олар аман-сау тірі жүр. Ал магия деп жүргендер қайда қалды? Біз осыған дейін адам қараңғыдан неге қорқады деген видеомызда егер нәрсенің 20% ғана көрінсе, ми қалған 80%-ын өзі құрап алады деп айтқан болатынбыз. Бұл да дәл сондай жаңағыдай галлюцинация. Ежелгі дәуірде мүмкін галлюцинация не екенін білмеген болар. Бірақ қазір айнада магия бар немесе астралды әлемге жол десек өте ақымақтық болады. Егер айна сондай күшке ие десек, кәдімгі шынылар, жарықты шағылдыртатын жарқыл заттар барлығы магия деген сөз. Бірақ барлығы физиканың заңдарына бағынып тұр ғой. Қайдағы магия? Ерте заманнан бері келе жатқан айнаға қатысты ырымдар да жетерлік. Ежелгі заманда айнаны қара магиямен байланыстырған үшін бұл ырымдардың көбісі басқа қонымсыз. Егер сіз де осы ырымдарға сеніп жүрсеңіз, бұдан кейін олар болмашы ғана нәрсе екенін білетін боласыз. Мысалы, өлген адамның үйінде айнаны жауып қою керек дейді. Кезінде айнаны осы әлем мен астралды әлемді байланыстыратын көпір деп қарастырған және өлген рух астралды әлемге кетіп бара жатқанда айнаның ішінде қалып қойып, сол лабиринттен шыға алмай қалады деп ойлаған. Бірақ олар айнаның жай ғана геометриялық оптиканың заңдарына бағынатын құрал екенін білмеген шығар. Ал қазір біз білеміз, сондықтан ондай нәрселерге сену мүлде ақымақтық екенін түсінуіміз керек. Тағы да қазіргі кезде сынған айнаны ұстауға қарауға болмайды деген ырым тарап кеткен. Егер оған қараса 7 жыл ешқандай жолы болмай қалады деп айтады. Бірақ бұл ырымдар да қазіргі заманда ешқандай қауіпі жоқ. Кезінде Европада айналар өте қымбат тұрғаны үшін оны сындырмай абайлап ұстау өте маңызды болған. Сондықтан да осындай ырымдар таралып кетуі мүмкін. Яғни сындыруды алдын алу үшін, оны абайлап ұстау үшін сындыруға болмайды, оған қарауға болмайды деген ырымдар дүниеге келуі мүмкін. Ал қазір оның ешқандай маңызы жоқ. Бірақ айнаны сындырмай абайлап ұстап жүргеніңіз әрине өзіңізге жөн. Көрдіңіз бе, ондай ырымдар өте көп. Қазір тіпті астралды әлемге саяхат жасаймыз деп айнаны қолданатындар да өте көп. Бұрынғы заманнан қалып қойған түсінік, бірақ сізге астралды әлемге өту үшін айнаға қарау емес, өлу керек. Сол кезде астралды әлемге саяхат жасайсыз. Бірақ қайта осы әлемге қайта келмейсіз. Сонымен видеомыз соңына жетті. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Осыдан кейін айнаға қатысты жалпы ырымдарға сенуді қоятын шығарсыз деп үміттенеміз. Өйткені ырымдар шынымен де сол кездерде дисциплина орнату күші болса, қазіргі кезде ол ырымдардың көбісі дерлік ескірген. Сондықтан қазір ондай ырымдар адамға әсер ете алмайды.